Қазақстан президентінің штаттан тыс кеңесшісі Олжас Құдайбергенов елде коронавирус инфекциясын жұқтырған науқастардың жалпы санын есептеп шығарды. Экономист Facebook парақшасындағы жазбасында денсаулық сақтау министрлігінің басшысы коронавирус статистикасына сенімді қайтару үшін алғашқы қадамды жасағанын атап өтті. Ол сондай-ақ індетке қатысты өз есебін жариялады. Қазір коронавирус жұқтырғандардың ресми статистикасы 67 мыңды көрсетіп отыр. Ал пневмониямен ауыратындардың саны 234 мың. Егер пневмонияның таза өсімін алсақ, онда ол шамамен 163 мыңға жуықтайды. Жалпы 67 қосылған 163 тең 230 мың адам коронавируспен ауырған. Бұл минимум, деп жазды Құдайбергенов. Экономистің айтуынша, егер өсімді емес тұтас көрсеткішті алсақ, онда 230 мың емес 301 мың адам коронавируспен ауырған деп және жазылған деуге болады. Бұл жерде ПТР тестілеуден өткен ауруханаға өздері барған адамдарды айтып отырмыз. Әрине, үйінде емделген адамдар бар, бірақ оларға қатысты қандай да сан шығатыны әзірге белгісіз. Ауруханаға індеттің белгілері бар науқастар хабарласқанын, ал 85% симптомсыз ауырғанын ескерсек, шамамен 2 миллионға жуық қазақстандық жазылған немесе ауырып жатыр, деп болжады Олжас Құдайбергенов. Естеріңізге сала кетейік, кеше денсаулық сақтау министрі Алексей Цой 1 тамыздан бастап коронавирус пен пневмонияның статистикасы қосып есептелінетінін мәлімдеген болатын.